Бұл ақ мысық. Ол таңертең өзінің ыңғайлы үйінде оянып, терезеден бақтағы әдемі гүлдерді тамашалады. Қызығушылыққа толы мысық ойнауға көшеге шығып кетеді. Бірақ ойнап жүріп, ол адасып кетеді. Қаланың түрлі көшелерін аралап, саябаққа жеткенде мысық шаршап, қорқа бастайды. Сол кезде кішкентай ұл мен қыз оны көреді. Балалар мысыққа көмектескісі келеді және оны жылы жүзбен шақырады. Мысық балаларға сеніп артынан еріп келеді. Бірге олар ағаштар мен гүлдерден өтіп саябақтан шығады. Жолда кейде кішкентай қиындықтар кездеседі, бірақ балалар мысықты қорғап, үйін табуға көмектеседі. Ақ мысық әр қадам сайын үйін есіне түсіріп, қуана-қуана жүгіреді. Соңында балалар мысыққа оның үйін көрсетеді. Мысық есіктің алдында қуана-қуана тұрады. Содан кейін ол өз үйіне кіріп, қауіпсіз әрі бақытты түрде өз төсегінде тынығады.